Өтпелі кезең ерекшеліктері. Бұл уақытта жасөспірім екі жақтан түсетін күшті қатар алып жүруге мәжбүр. Бірінші гормондар ойнаса, екінші жағынан олар психологиялық жетілу кезеңінен өтеді. Өтпелі кезеңде орын алатын өзгерістерге тоқтала кетсем. Олардың есте сақтауы нашарлайды, сондықтан оқу үлгерімі де нашарлауы әбден мүмкін. Жазалау әдісі оларға кері әсерін тигізеді. Олар нағыз өздерін іздеумен болады. Сондықтан шашын бояу, тату жасату, ашық киіну секілді нашар қылықтар шығару мүмкін. Жасөспіріммен қалай түсінісу керек? Өтпелі кезеңнен қашып құтылу мүмкін емес. Егер бала есейген сайын ата-анадан алшақтай бастаса, уайымдаудың қажеті жоқ. Бұл қалыпты құбылыс. Сондықтан балаға еркіндік сыйлап, өз бетімен өмір сүруге дайындаған дұрыс. Баланың хоббиіне қызығушылық танытыңыз. Егер жасөспірім ата-анасымен қызығушылықтары туралы сөйлессе, қуанған жөн. Демек, гормонды өзгерістерге қарамастан олардың арасында байланыс сақталып қалған. Бұл уақытта ата-ана барынша баланың хоббиі мен таңдауына сыйластық білдіргені жөн. Сынға алмаңыз. Күн сайын өзгеретін баланың жаңа денесіне сын айтудан аулақ болу қажет. Иығың үлкен, аяғың жалпақ, толып кетіпсің деген сөздер арқылы баланың бүгіні мен болашақ өміріне қатты әсер етеді. Олар өзін қабылдай алмайды. Өзгелермен салыстыру арқылы ата-ана баланың сенімін жоғалтып алуы мүмкін. Сұрақтар мен кеңестеріңізден мез етпеңіз. Шектен тыс өбектеу, орынсыз кеңестер мен бітпейтін сұрақтар жасөспірімнің шамына тиеді. Егер сұраққа қалай болса солай жауап берсе, тілдесу әдісін өзгерту керек. Балаға өз ойын толық жеткізуге мүмкіндік беру арқылы онымен дұрыс қарым-қатынас сақтап қалуға болады. Жасөспірім шақта онымен ересек адамдарша ақылдасу, сөйлесу, сырласу болашақта өз жемісін береді.